Достар, осы күнге дейін менің сабақтарымды қарап, каналыма тіркеліп, қолдау бергендеріңіз үшін рахмет. Енді бүгін қазақ тілі сабағынан екінші бөлім, екінші сынып бойынша 83-ші сабақты өтеміз. 83-ші сабақтың тақырыбы өзіңді тексер. Яғни осы күнге дейінгі алған білімдерімізді тексереміз. Бірінші жаттығу. Жаңылтпашты оқып, жатқа жаз. Алма барда алмұрт алар ма? Алмұрт алма, алма ал. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Алма сөзінің амоним екенін дәлелде. Алмұрт алма. Бұл жерде алма сөзі етістік болып табылады. Не істеме? Алма. Алма ал. Бұл жерде алма деген сөз зат есім болып табылады. Не ал? Алма. Екінші жаттығу. Бос тор көздерге тұсындағы сөздердің антонимін тауып жаз. Тар, кең, жаңа, ескі, жақсы, жаман, жуан, жіңішке, жарық, қараңғы. Үшінші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Орманшы қызы қасымда қатар келеді. Қайыңның сөлін басқаша қалай дер еді? Қайыңның сөлі басқаша айтсақ шырын ғой, шырын да сөл де екеуі теңдес ұғым ғой. Мұзафар Әлімбаев. Өлеңнен сөл сөзіне мағынасы жуық сөзді тауып жаз. Бұл екі сөздің синоним екенін дәлелде. Сөл сөзінің мағынасы шырын. Төртінші жаттығу. Кестені дұрыс толтыр. Бізде кестеде бірінші қатарда түбір сөз, екінші қатарда жұрнақ, үшінші қатарда жалғау. Ең соңғы қатарда бізде толық сөз берілген. Енді бірінші қатарда құрылыс, оған жұрнақ пен жалғау жалғаймыз. Ш жұрнақ, ның жалғау. Сонда құрылыс шының деген сөз шығады. Келесі бізде кітаптар деген сөздер берілген. Түбірі бізде кітап болады. Жұрнағы жоқ, жалғау тар. Келесі көлшіктер деген сөзде түбірі көл, шіп бізде жұрнақ болады, тер бізде жалғау болады. Келесі сөз достық пен, түбірі достық, түбірі дос, жұрнақ бізде тық болады, жалғау пен. Келесі сөз жаздық, түбірі жаздық бізде жұрнақ, жалғау болмайды. Бесінші жаттығу. Суреттер мен тірек сөздерді қолданып, денім сау болсын десең тақырыбыңа әңгіме құрастырып айт. Бізде тірек сөздер спорт, таза ауа, дәрумендер, күн тәртібі, ұялы телефон, жақсы көңіл күй деген берілген. Енді осы тірек сөздерді пайдаланып әңгіме құрастырамыз. Денім сау болсын десең. Денім сау болсын десең, дұрыс күн тәртібін сақтау керек. Күнделікті дәрумендерге бай тағамдарды пайдалану керек. Сонымен қатар бойымызда қай дәрумен аз, сол дәруменді ішу керек. Және денің сау болсын десең, таза ауада серуендеп, спортпен шұғылданған жөн. Гаджеттер мен ұялы телефонды да белгілі бір уақытта ғана пайдалану керек. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңдар.